birinchi to'p bilim to'pi, ikkinchi to'p vaqt to'pi, uchinchi to'p baylik to'pi, to'rtinchi to'p еңбек to'pi. O'quv құралдарымызды alayıq балалар. O'quv құралдарымызды alayıq. Балалар, бүгін бізде әдебиет сабағы, ашық сабақ көрініп отыр балалар. Енді бірінші біз үй тапсырмасын еске түсірейік, өткенде еске түсіреміз. Үй тапсырмасы қандай болды? Қане кім айтады тез-тез? Ал айта ғой Ержан. 12-13 бет оқу, құм мінезін оқып, және құмға хат жазу болды. Жарайсыздар. Енді еске түсірейік балалар. Бүгінгі үй тапсырмасын еске, өткенде еске түсіреміз. Бірінші қойшы Бархан тұқымдаланың қандай өзгерістерін көрді? Қол көтеріп жауап береміз. Қойшы Бархан тұқымдаланың қандай өзгерістерін байқады? Көп өзгерістер болды ғой, көрді ғой. Бархан құмдаланың қурап кеткенін және жетеуіл бәрі жоқ екенін көрді. Аң құстардың бәрін қаш кеткенін бәрі жоқ екенін көрді. Байқады, көрді, жарайсың. Келесі, екінші сұрақ. Жазушы сексеуілдің орнын қалай сипаттады? Орны қандай болып жатыр екен? Ал айтау. Сексеуілдердің орны не түскендей? Орнынан не түскендей болып жатыр? Орнынан шұңқырдығының орнынан не түскендей дейді? Бомба түскендей болып, орны қайтып алса дейді, ойылып, осының бәрін бір сөзбен айтқанда, аянбай табиғатқа не істеуіміз керек? Еңбек етуіміз керек. Еңбек, ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар. Тіршілік көзі еңбекте, есік қаққан еңбек. Кәне дәптеріңізге жазып алайық. Күннің ретін, ақпанның 26-сы, сынып жұмысы, тіршілік көзі еңбекте. Шадия, сөздік бар екен не? Тіршілік атауы бүкіл тіршілік. Яғни, тіршілік атауы деген нені білдіріп тұр? Бүкіл айналамыздағы тіршілікті айтады екен. 56 жылы 7 мамырда Алматы облысы Райымбек ауданы Саржас селосына дүниеге келген. Алинаға тапсырма алып келдім. Тапсырманы орындай болып. Қарындаштан шығар, Алина. Мен еңбек етуім қажет, себебі үйде ата-аналарымызға көмектесіп болуымыз керек. Түсініп оқу дейді. Бұл жерде енді мен 4 топқа тапсырма бөліп беремін балалар. Әр топ өздеріңізге берілген бөлімді түсініп оқып алайық. Болды. Енді әр топтан 2 баладан шығып, мазмұнын айтып береміз. Бара алмаған Антарктидаға еңбек ерінге барып келіпті. Еңбек атаулыға Үндістанға келген балалар тәтті іздеп жүрген балаларды кезіктіреді. Досы жасаған бау-бақшаны аралай бастайды. Сайраған құстардың дауысы күндіз түні құшақ жая қарсы алады. Қарақоңыз сол жерде Қарақоңыз шөлде су таба алмай жүрген. Мен қоңызға шөл далада шөлін нені үйретті? Қоңызға, қарақоңызға тіршілік үшін еңбек етіп өткені қоңыз дейді. Нені үйретті? Қарақоңызға қалай шөлді қандыруды үйретті. Ал жарайсыз. Сонымен Антарктидаға келгенде еңбек нені үйретті? Пингвиндерге теңіз мысығымен дос болуды үйретті. Бірігіп дос болды. Балық екеуіне де жетеді екен, бірігіп дос болсаңдар, қарындарың тоқ болады деген үйретті ме? Жарайды. Келесі, ал айта ғой. Еңбек қайда келді жаңа? Еңбек Үндістандағы балаларымызды не үйретті? Оларға қант табуды үйретті. Тапсырмада Алина өзінің отбасындағы адамдардың еңбектерін, атасының не істеп отырғанын, ата не істеп отыр? Газет
Иә, газет оқып отыр. Сіздерге бірінші топқа еңбектің рөліне ені, ертегі мазмұнына оқиға қосып сөйлейсіздер. Жердің тозғанын көріп, балаларға өсімдіктер өсіруді үйреткен. Еңбек жинады тәтті, жалқаудың жаны тәтті. Бізге өте қажет, ойсыз бізде өмір жоқ. Еңбектеніп жүреміз, ерінуді білмейміз. Сізге еңбекмен адамдарға еңбек жасауды ұнатамын. Ағасы не істеп жатыр? Гүлге? Гүл суарып жатыр, иә? Нені көрсетпекші болды? Жазушы? Жазушы адамдарға көмектесуді, Бір-біріне көмектесуді, еңбекшіл болуды Тапсырма ертегінің мазмұны бойынша жоспар құрап келесіңдер. Мен бүгін білдім, маған қызықты болды, мына жерге не істейсіздер? Жазып өтесіңдер, жақсы ма? Бүгінгі сабақтан Егжан 8 балл, Айзере 9 балл алды, қалған 2 бала келесі сабақта қатысамыз. 3 бала Алинаға 6 балл қоямыз. Екінші топтан Амина Нұрғанат 9 балл, Айлин Данияр 8 балл, Жалғас 7 балл. Мына топқа келдік, келсе 9 балдан алды. Каусар, Шадияр алды. Қалғанымыз бар. Келесі сабақта қатысып отырсыңдар. Мына топта 9 балл алды. Бершарға қоямын және Шадиярға Ернұрға қоямын, Айзереге қоямын. 8 балл Санжар алды, 7 балды Аялы қатысып отыр. Ал біразын келесі сабақта қатысамыз.